үлкен жүрек бату керек. Өйткені өзінің кандидатурасын ұсыну ол бүкіл жылдар бойы сақтап қалған дәстүрге, ортаға, түсініктерге қарсы шығу деген сөз. Өйткені бұрын соңы ондай болмағандықтан алғашқы адам болып шыққан арасында таланттан бөлек жүрек керек, жүрек мінез керек. Жалпы қазақ деген халық бұл елдің алдына түспеген, өзінің салты дәстүр бойынша еркектің алдына түспеген. Сондай бір өзінің керемет өте нәзік салттары бар ғой. Десе де ақын болып, өзінің еркін ойын жеткізіп, өлеңмен ақын болса, болғанмен атқа мініп батыр болса да, осындай кезде кішкене тартыншақтайды. Өйткені себебі ер азаматтарды алдына қояды. Мен осы сұрақты қойғанда бірінші осы мәселеге мән беріп тұрмын, ойланбаппын шынымды айтайын. Енді осы шындығына келгенде мен осында 3-ші құрылтайға қатысып тұрмын. Осыған дейін де бірде-бір жаңағы қызғалдақ қаламгерлер деп айтайыншы енді. Солар өздерінің кандидатурасын ұсынған жоқ. Енді бірінші себеп енді ойлаймын, біздің қазақи менталитетке байланысты шығар деп ойлаймын. Ағалар өтсін, алдында тағы үлкендер бар ғой, ер азаматтар көтеретін жүкті мен арқаламай-ақ қойсам қайтеді дейтін жаңағыдай қазақи бір иба, түсінік дүниесі болуы әбден мүмкін. Жастар одағы мүшесі болғалы бері құрылтайдың кезекті отырысына мен бірінші рет қатысып отырмын. Әрине түрлі сан алуан пікір болып жатыр. Осы ретте ғой деймін, әлеуметтік желіде әңгіме қозғалды. Неге құрылтай кезінде басқарма басшылығына жалпы неге әйел адамдар түспей жатыр деген сұрақ. Меніңше әйел адамдардың тарапынан мен түсем дегенде бір өз тарапынан түскен ұсыныс болмады деймін. Әйтпесе біз оны оқыр едік. Белсенділік соған қарағанда болмай тұр. Бұл жалпы қыздардың, әйелдердің мына шығармашылықта орны өте үлкен деп айта аламыз. Ешкім таласа алмайды, ол кісілердің талантына, дарынына таласа алмаймыз. Өздерін мойындатқан қазіргі уақытта мысалы жаңағы басшылық қандай бір жұмыстарды дөңгелетіп алып кете алатын қаламгерлер, қыздардың ішінде қаламгерлер өте көп деп айтуға болады. Осы қаламгерлікте, шығармашылық басқару саласында белсенділіктері жоғарылайды деп ойлаймын.